Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз 7-ші сыныптың атом құрамы мен құрылысы изотоптар деп аталады. Бұл тақырыптағы біліміңді тексер атты тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: атом қандай бөлшектерден тұрады, ядроның құрамы қандай? Атом оң зарядталған ядродан және оны айнала теріс зарядталған электрондардан тұрады. Ядро құрамына протондар мен нейтрондар деп аталатын бөлшектер кіреді. Екінші сұрақ: алюминий, кальций, мырыш, йод элементтерінің заряды мен электрон саны қандай? Ең бірінші мысал ол алюминий болып табылады. Алюминийдің атомдық массасы 27-ге, ал реттік номері 13-ге тең. Ал электрон саны элементтің реттік номерінің санына тең болғандықтан, оның электрондық саны 13-ге, ал ядро саны сәйкесінше плюс 13-ге тең. Келесі бізде кальций. Дәл солай өздеріңіз есептеп, кальцийдің ядро саны плюс 20-ға, ал электрон саны 20-ға, мырыштың ядро саны плюс 30-ға, электрон саны плюс 30-ға, және йодтың ядро саны плюс 53-ге, ал электрон саны плюс 53-ге тең екенін өздеріңіз есептеп шығарып алсаңыздар болады. Үшінші есеп: атом құрамына 14 протон, 14 нейтрон және 14 электрон болатын химиялық элементті білесің бе? Бұл химиялық элемент қай периодта және қай топта орналасқан? Электрон мен протон саны элементтің реттік номеріне сәйкес келетін болғандықтан, біз периодтық жүйеден 14-ші реттік номердегі элементті аламыз, ол кремний. Яғни бұл жақта оның салыстырмалы атомдық массасы 28 граммға тең, ядро саны плюс 14-ге тең. Және кремний периодтық жүйеде 4-ші топта және де 3-ші периодта орналасқан. Төртінші есеп: мына атом ядроларының құрамына неше протон және нейтрон кіреді? Берілген элементтер алюминий, аргон және де кальций. Алюминийдің атомдық массасы 27-ге, ал реттік номері 13-ге тең. Яғни протон саны 13 протон, ал нейтрон саны табу үшін біз атомдық массадан реттік номерінің санын азайтамыз. Сол кезде 14 нейтрон шығады. Сәйкесінше басқа элементтерде, яғни аргонда 18 протон, 22 нейтрон, кальцийде 20 протон, 20 нейтрон болады. Бесінші есеп: неге калий және аргон атомдары әртүрлі қасиеттер көрсетеді? Бұның жауабы: өйткені протон сандары әртүрлі болғандықтан. Яғни калийдің протон саны 19-ға тең болса, аргондікі 18 протонға тең. Алтыншы есеп: неге дейтерілі суды D2O ауыр су деп атайды? Ауыр су құрамында судегі атомдардың орнын оның ауыр изотопы дейтерий басқандықтан, оны ауыр су деп атайды. Егер видео ұнаған болса, подписаться етуді, лайк қалдыруды және достармен бөлісуді ұмытпа.